Сәлем достар, мен Жандос Сейдалин. Бүгінгі Юрта онлайн арнасының шығарылымында сіздердің назарларыңызға өзекті жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Қазақстандықтарға еліміздің барлық кітапханаларына бірыңғай қолжетімділік беріледі. Қазақстанда 2024 жылдан бастап барлық кітапханаларға қолжетімді бірыңғай цифрлық платформа мен кітапхана карталары енгізіледі. Пайдаланушылар электронды үкімет порталы арқылы тіркеліп, мұндай билетті ала алады. 11 мыңнан астам қазақстандық кітапхана бүгінде әртүрлі ақпараттық жүйелер мен каталогтарды пайдаланады. Еліміздің кітап қорын ұйымдастыру үшін бірыңғай автоматтандырылған платформа әзірленуде. Оның арқасында оқырмандар өздеріне қажетті кітапты немесе оның электронды нұсқасын оңай таба алады. Платформа сонымен қатар кітап қорын онлайн толықтыру функциясын ұсынады. Оны баспагерлер де пайдалана алады. Жарияланған жаңа жұмыстар ақылы жазылым арқылы қолжетімді жүйеге жүктеледі. Осылайша жеке баспалар мен авторлардың мүддесін қорғау көзделуде. Десек те, жастар тегін кітапханада өскен ұрпаққа қызғанбас үшін әдебиеттің бір бөлігі, ең болмаса балалар мен жастарға қолжетімді болуы керек. Маңғыстау облысының экологтары Қаракөл көлінде аққулардың жаппай қырылу себебін анықтады. Зерттеу нәтижелері бойынша өлген аққулардан құс тұмауының вирусы анықталған. 2 қаңтардағы мәлімет бойынша барлығы 227 өлі құс табылды. Көршілер жаңалықтарына көшейік. Халықаралық валюта қоры Өзбекстан экономикасының жаһандық сын-қатерлерге төзімді екенін атап өтті. Геосаяси күйзелістерден кейін Өзбекстан экономикасына мигранттар ағыны және 2022 жылы ақша аударымдарының айтарлықтай артуы ішкі сұраныстың артуына әкелді. Бұл сыртқы сұраныстың жоғарылауымен бірге 2022 және 2023 жылдардағы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуіне әкелді. Арменияның 2024 жылы Еуразиялық экономикалық одақ органдарына төрағалық етуі аймақ пен Еуразиялық экономикалық одақ елдері үшін маңызды оқиға болды. Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттер басшылары жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес пен Еуразиялық үкіметаралық кеңестің төрағасы Никол Пашинянның одақты дамытудың басым бағыттарына қатысты үндеуін күтуде. Армения премьер-министрі Никол Пашинян көп ойланғаннан кейін республика Еуразиялық одақ елдерімен бірге дамуы керек деп шешкен сияқты. Бұл ішкі тұрақтылықты сақтау тұрғысынан экономикалық жағынан тиімді және қауіпсіз. Өйткені аймақ елдері бірлігі мықты, тек өзара ынтымақтастық пен интеграция ғана оң нәтиже бере алады. Мысалы, Еуразиялық экономикалық одақта жүк және жолаушылар тасымалы өсуде. 2023 жылдың қаңтар-қазан айларында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жалпы жолаушылар ағынының 12,9%-ға, сондай-ақ республикалық көрсеткіштердің ұлғаюы байқалды. Армения 1,8 рубльден, Ресей 12,9%-ға, Қазақстан 11,5%-ға, Беларусь 9,1%-ға және Қырғызстан 7,7%-ға. Бұл ретте тек қана адамдардың қозғалысы ғана емес. Сонымен қатар, мысалы, Қырғызстанда жүк айналымы 8%-ға, Қазақстанда 3,1%-ға өсті. Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердегі инвестицияның талдауы Армениядағы шетелдік инвестицияның 58%-ға азайғанын көрсетті. Ресейге тікелей инвестицияның кетуі де байқалды. Ал Беларусь пен Қазақстанда тікелей инвестиция 21%-ға және 38%-ға өсті. Қырғызстан ел экономикасына шетелдік ақша ағынының 80%-ға артуы арқылы Еуразиялық экономикалық одақ көшбасшысына айналды. Қырғызстан парламентінде тағы бір назар аударарлық оқиға орын алды. Олар 2 әйел алу туралы заң жобасы туралы ақпаратты жоққа шығарды. Бұған дейін кейбір әлеуметтік желі қолданушылары жаңа жылдық демалыстан кейін қос әйел алуды заңдастыру туралы заң жобасының жоғарғы кеңеске ұсынылатынын айтқан болатын. Бұл тақырып әлеуметтік желілерде қызу талқылануда. Көптеген адамдар бұған таңғалуда. Ал парламенттің баспасөз қызметі қырғызстандықтарды жұртшылықты алаңдататындардың жетегіне ермеуге шақырды. Таралып жатқан ақпарат жалған деп айтылған. Үндістан мен Сауд Арабиясы шөл циклоны 2024 алғашқы бірлескен әскери жаттығуларын бастады. 2 апталық оқу жаттығу 2 мен 15 қаңтар аралығында жоспарланған және Раджастханның Қуаң аймақтарында өтеді.
Маневрлер қалалық операцияларда білім мен озық тәжірибе алмасу арқылы өзара әрекеттесуді арттыруға бағытталған. Үндістан сыртқы істер министрлігі қорғаныс саласындағы мемлекеттер арасындағы екі жақты ынтымақтастықтың әлеуетті бағыттары, әскери техниканы өндіру және дамыту, қарулы күштердің, оның ішінде әскери теңіз күштерінің бірлескен оқу жаттығулары, стратегиялар мен доктриналар бойынша ақпарат алмасу, реактивті ұшқыштарды даярлау мәселелері бойынша техникалық ынтымақтастық болып табылады. Соңғы кездері екі ел арасындағы қорғаныс саласындағы ынтымақтастық әсіресе әскери дайындық қорғанысты қамтамасыз ету және тұрақты алмасу бағдарламалары салаларында айтарлықтай өсті. Ал Америка Құрама Штаттары Катар мен таяу шығыстағы ең ірі Әл-Удейд әскери әуе базасын пайдалану туралы келісімді жасырын түрде тағы 10 жылға ұзартты деп хабарлайды CNN ақпарат агенттігі. Олай болса хабарымызды әлем жаңалықтарымен аяқтайық. Илон Маск: смартфондар планетаның кез келген нүктесінде байланыса алады, деді. Беделді бизнесмен өзінің SpaceX компаниясының смартфондарға тікелей қосылатын алғашқы Starlink спутниктерін ұшыруы туралы пікір білдіруде. Технология Direct to Cell деп аталады. Маск мұндай интернет өте жылдам болмайтынын, шамамен 7 мегабит болатынын және ол жер үсті ұялы желілермен бәсекелеспейді. Бірақ ол бүкіл планетаны байланыспен қамтуға көмектесетінін атап өтті. Сонымен бірге Илон Маск 2024 жыл одан да ақылсыз болады деп жаңа жылға көңіл көншітетін болжам жасады. Адамзат алдында тұрған ең үлкен мәселе демографиялық күйреу, деді ол. Кейбір ұлттар тіпті мүлдем жойылып кетуі мүмкін деп ескертті Маск. Қызық, неге бұл ерекше америкалық миллиардер бүлікші тағы да басқа миллиардерлер жариялаған жаһандық үрдістерге қарсы шығып жатыр? Бұл жолы ол Билл Гейтс бұрыннан енгізген жердің шамадан тыс көбеюінің күн тәртібіне қарсы шықты. Ал әзірге осы өзекті ақпараттарды жіберіп алмас үшін Юрта онлайн арнасымен бірге болыңыздар.